Жалғыздық сезімі адам үшін ең азап уайымының бірі. Біз әлі отбасы жоқ кезде, біз кем дегенде бір күні біреуді кездестіреміз және жалғыз болмаймыз деп қиялдаймыз, сол емес пе? Біз некелік түйіндер бізді жалғыздықтың жойқын сезімінен оқшалауы мүмкін деп сенгіміз келеді, бірақ бұл дұрыс емес. Зерттеулер көрсеткендей, некеде әрбір үшінші адам өзін жалғыз сезінеді. Мұндай қиыншылықтың себебі неде? Кім кінәлі? Ал өзіңізге және сүйіктіңізге деген жалғыздық сезімнен қалай арылуға болады? Мұны түсінуге тырысайық. Армысыздар, ассалаумағалейкум құрметті достар, құрметті тыңдарман. Бақытты жүрек бағдарламасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін өтетін бұл тақырыптардың бәрі маңызды, енді біздің өтіп жатқан сіздермен бірге. Бүгінгі тақырыпта бір ерекше деп ойлаймын. Аты некедегі жалғыздық аңғары. Бір-бірін сүйетін адамдар күн сайын бірге болады, сол емес пе? Бір үйде тұрады, бір үстелде тамақ жейді, тіпті бір кроватта ұйықтайды. Дегенмен олардың жүрегін жалғыздық сезімін қысады деп айтады. Өкінішке бұл сандырақ көптеген отбасылардың қиындықтары болып табылады. Біз біргеміз. Бірге біз тек азық-түлік дүкенде ғана тұрамыз, сол емес пе? Әңгімеге арналған тақырыптарымыз бұл тұрмыс және балалар. Осындай толық үміт сөздерді осындай отбасыларда естуге болады. Неге жалғыздық көптеген отбасылық адамдардың тұрақты серіктері болады? Басында сіздер бір-біріңізді іздеп, бір-біріңізді сағынып, кейін болашақта енді тұрмыс құруға шешім қабылдайсыздар. Біреуде мұндай 1 жылдан кейін, ал біреуінде 2 жылдан кейін, ал болмаса кейбірлерінде 5 жылдан кейін ондай сезім болуға мүмкін. Себептер бұған өте көп, достар. Бұл ерлі-зайыптылар бір-бірін сүюден бас тартпайды. Әдеттегенде олар сүйеді бір-бірін, әйелі күйеуі деп санайды. Немесе әріптеспен сөйлесуден шаршамайды. Жалғыздық бұл қарым-қатынастың жеткіліксіздігі. Өйткені отбасылық қатынастар тек екі тараптың диалогында құрылуы мүмкін, бір-бірімен сөйлескен кезде. Статистика бойынша енді бір рет біз жанұя тобымыз бар, сонда андасында бір бағдарламалар өткізіледі. Сол бағдарламалардың бірінде бір тақырып көтерілген кезде статистика бойынша негізінде ер адам мен әйел екеуі аптасына қазір есімде жоқ, күніне 2,5, былай айтқанда енді көптеген сағат бар екен арнайы. Сол сағатты күнде сөйлесіп толтырып отыру керек екен. Сол кезде бір-бірінің енді қарым-қатынастары қалыпты болып және де жалғыздық сезілмейді дейді. Сонымен жалғыздық бұл қарым-қатынастың жеткіліксіздігі. Өйткені отбасылық қатынастар тек екі тараптың жаңа айта кеткендей сөйлеуінде құрылуы мүмкін. Ал қазіргі уақытта адамдар өз уақытының көп бөлігін қайда өткізеді? Жұмыста өткізеді. Шамамен 85% әйелдердің жасы 30-дан 35 жастағылар бәрін күтетін кішкентай балалар. Күн сонында қарым-қатынасқа күште енді уақытта жетіспейді. Әйел кісілер бұл рас дейді, солай дейді. Ер кісілер бұны түсінбеуі мүмкін. Тіпті күйеуінен күн қалай өтті деп сұрауға күш қалмайды. Барлығы өз мәселелерімен айналысады. Қандай мәселелер жайлы енді әйелдер бұны жақсы біледі, ер адамдар бұны білмеуі мүмкін. Әйел кісілерге қазір өтініш, қандай мәселелер, немен айналысатындарыңызды егерде уақыттарыңыз болса, қазір осы бейнежазбаның астында комментарияға жазып кетсеңіздер. Қандай мәселелер бар, қандай күнде енді істеріңіз бар. Өйткені ер адамдар ойлайды, әйел енді үйде отыр ғой, болды. Ол не істеп шаршайды дегендей. Бірақ бұл енді дұрыс емес пікір. Әйелдер бұл жағын жақтап енді дұрыс түсіндіріп кетеді деп ойлаймын. Бір оқиға. Әйел әрдайым енді күйеуімен енді ұрса береді. Неге сен өзің жүрсің деп. Бір күн енді психологқа баруды шешеді. Сөйтеді да психологқа айтады. Енді күйеу жанында отыр, психологқа әлгі әйел айтады. Күйеуім мүлдем сөйлеспейді менімен дейді. Үндемейді дейді. Аузына бір су құйып алған сияқты. Аздан кешке кейін жұмыстан кейін келеді, болды. Тамақты үндемей ішеді, үндемей ұйқыға кетеді дейді. Сонда психолог айтады, жарайды дейді. Сіз шыға тұрыңызшы дейді. Сонда күйеуіне психолог сұрақ қояды. Сіз қайда жұмыс істейсіз? Кім болып жұмыс істейсіз? Бірақ енді сұрақтар қойғаннан кейін енді жаңағы күйеуі көзі былай енді жарқырап өзінің жұмысы жайлы айта бастайды. Сөйтсе өзінің сүйетін жұмысы екен, қалай істейді, не істейтіні бәрін толығымен айта бастады. Кейін жаңа әлгі әйелді шақырады, сөйтіп ол кісіге бәрін түсіндіре бастайды. Мен не айтпақшым? Өйткені біреумен сөйлесу үшін оның бірге енді оған бір жақын тақырыптарды табуға тырысу керек. Кейбір ер адамдар футболмен қызығады. Сізге футбол қызықпасаңыз да енді
футболың қалай болып жатыр деп бір ауыз сөз сұрасаңыз, болмаса бүгін күнің қалай өтті деп тамақ дайындап оны шығарып сала салмай. Кей кезде әйелдер бұған өздері енді кінәлі деп қатты айтқым келмейді. Енді осындай мәселеге тап болады енді өкінішке орай. Ер адамдарда кей кезде өздеріңіз қырық сықпаңыздар, өзіңіздеріңізде бөлісіңіздер. Ауыздарынан былай шығармағанша отыра бермей. Ерлі зайыптыларды бір-бірінен айырудың екінші себеп теледидар және ғаламтар, енді интернет. Қазір енді TikTok, Instagram көп қой. Шортсқа YouTube Shorts дейді, сосын Instagram Reels дейді. TikTokта кірген кезде қазір болды деген кезде жаңадан бір қызық бейнежазбалар шыға береді да, одан басты шығару қиын болады. Осыдан 20 жыл бұрын адамдар кешкі уақытта шай үстінде сөйлесетін, солай емес пе? Ал қазір қалай? Енді балама бар 100 кабельді теледидар арнасы, әлеуметтік желілер, компьютерлік ойындар. Әр адам өз экранның үйкеліп, өзінің виртуалды әлеміне кіріп кетеді. Үлкен кісілер, мысалы, енді ер адамдар үлкен дегенде қалай? 30, 35, 40 жасар, 15-16 жасар бала болмаса да. Қазіргі уақытта түрлі енді ойындар ойнайды, футбол ойнайды, PlayStation ойнайды, PUBG деген таныс мысалы. Оның бәрі енді орында. Әйелдердің өзінің қызығушылықтары бар, ер адамның өзінің қызығушылықтары бар. Балық аула деген сияқты. Бірақ енді бәрінің шегі болу керек. Кино көрсеңіз де, кей кезде болады енді әйел өзінің киносын көре келеді, ер адам өзінің киносын көргісі келеді. Бірақ енді бірге де болуға тырысу керек. Уақытты шектеу керек. Мен қазір ойнайын ба? Ойнайтын болсам, арнайы будильник қойып қойып 20 минут ойнап, қалған уақытта үйіңізге бөліңіз уақытты. Жалғыздың үшінші себебі ерлі зайыптылардың әртүрлі мүдделері. Әйелі күйеуімен балық аулауға, ал жұбайымен жексенбілік шопинг жасауға немесе әйелімен фитнеске баруға қызықты болмайды. Егер ортақ мүдделері енді қызығушылықтар болмаса, мақсаттарды және әуестікті таба алмасаңыз, онда 15-20 жылдан кейін некенің жанында бір-біріне мүлдем бөтен адамдар болып қаласыздар. Жалғыздық отбасылық өмірге вирус ретінде бояу, тыныш және ауыртпалықсыз кіреді. Сіз оның зұлым салдарын түсінгенде тым кеш болуы мүмкін. Сіздің жанұяңызда іш пысу мен апатияның, эмоциялық аштық пен қамқорлықтың болмауының әсерінен туындауы мүмкін. Егер сіз махаббат пен жақын қарым-қатынасты іске асыратын болмасаңыз, сіз бір-біріңізден алыстайсыз. Өзара мүдделік мақсаттар мен армандар туралы әңгіме толығымен толықталып, таза тұрмыстық сипат алған кезде туындайды. Бізге сүт алып келу керек, немесе шотты төлеуді ұмытпау керек. Кәдімгідей үйдің әңгімесі ғой былай айтқанда. Немесе қарым-қатынас балаларды тәрбиелеуге толық назар аударады. Балалар тәрбиелеуге қалдырмау керек енді, тәрбиелеу керек. Бірақ әрқайсының өзінің уақытысы мен енді мақсаты болу керек. Ал кешке барлығы екі тамшы су сияқты бір-біріне ұқсайды. Біреуі теледидарды көреді, екіншісі компьютерде отырады. Біз махаббат пен достықты жоғалтамыз, бірақ некеде қаламыз. Солай емес пе? Жалғыздықтың ең қорқыныштысы өзің қажетсіз және тастанды сезінбейтін адамды табуға деген табиғи ұмтылыс. Демек, некедегі жалғыздықтан туындаған жаттық та өзгерістерге содан кейін ажырасуға келеді. Егер сіз некеде жалғыз болсаңыз, дереу дабыл беріңіз. Өзіңізді және өзіңіздің жарыңызды құтқарыңыз. Сізге мұны қалай жасауға болады? Біздің қарым-қатынасымыздың жаңғыруы мүмкін бе? Біздің, сіздің, менің, сенің қалай ойлайсыз? Бірден ажырасуды ұсынатындарды тыңдамаңыз. Кейбір адамдар болды бір-біріне шаршаған шығарсыңдар. Бір-біріне енді сәйкес келмейтін шығарсыңдар. Ажырасып кетесіз, басқасын тауып аласың, әлі жассың дегендей. Ондайларды тыңдамаңыздар. Олардың дәлелдері елеусіз. Есіңізде болсын, сіз бұл адамды не үшін сүйдіңіз? Неге бірге жақсы болды? Сіздің сезімдеріңіз жойылған жоқ. Олар жай ғана қамқорлық пен реніште. Ең бастысы махаббат бұл етістік. Сондықтан қазір әрекет етейік достар. Алдымен қарым-қатынаста қалыптасқан жағдайда қалай қиын болғанын талқылау қажет. Өзара айыптаусыз. Егер серіктестер екеуі де жалғыздық жағдайын екі жаққа өзгертуге дайын болса, онда бір-бірін қайта танып, таң қалу және сүю қажет. Қалыптасқан жағдайға екеуі де кінәлі деп мойындап, өзінен бастаңыз. Бірақ бір жақсы сөз қату мен реніш мұзын тез ерте деп күтпеңіз. Дем арасында бәрі өзгереді деп ойламаңыз. Кішкене күш салу керек, уақыт керек. Сіз өзіңізге және сіздің қабылдауыңызға көп жұмыс істеуіңіз керек. Ал мұны қалай істеу керек? Біз сізге келесі хабарды егжей-тегжейлі бұның бәрін айтып береміз достар. Келесі бағдарламаны өткізіп алмаңыздар. Ертегі өмірде шындыққа айналу үшін, бақытты өмір сүру үшін үнемі талпыныс, шыдамдылық пен тұрақтылықты дамыту қажет. Жаңа кездесуге дейін достар, сау болыңыздар.